Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті пәні 6 сынып. 6 бөлім Астана мәдениет пен өнер ордасы. Сабақтың тақырыбы біздің төріміз Ақорда. Бірінші сабақ. Сабақтың мақсаты тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру. Ендеше балалар, бүгінгі тақырыбымыздың жаңа сөздермен таныс болайық. Тыңдаймыз. Әйгілі, нышан, іскери, кезекті. Қайталаймыз. Ал балалар, айтылым тапсырмасын орындайық. Бірінші тапсырма. 5 минут уақыт беріледі. Егер барлық сөйлемдерді аяқталсаңыздар, 3 балл беріледі. Сөйлемдерді аяқта. Ақорда, Астана Қазақстанның, Астанада көптеген, Ақордаға әлемнің түкпір-түкпірінен, Ақорданың жанында берілген сөйлемдерді аяқтап, аудио жазып, WhatsApp арқылы маған жібересіздер. 5 минут уақыт беріледі. Ал балалар, айтылым тапсырмасын орындап болдық. Келесі тапсырмамыз жазылым тапсырмасы. Екінші тапсырма. 8 минут уақыт беріледі. Дескрипторы суретті пайдаланып мәтін құрастырады. 2 балл. Қатесіз сауатты жазады. 1 балл. Мына берілген суреттерді пайдалана отырып, шағын мәтін құрастырамыз. Ендігі орындайтын тапсырмамыз тыңдалым, оқылым тапсырмасы. Мәтінмен жұмыс. 3-ші тапсырма. Мәтінді мұқият оқиық, мәтінге тақырып қойайық. Мәтіннің мазмұны бойынша берілген сұрақтарға жауап береміз. Ақорда Қазақстан Республикасы президентінің резиденциясы. Қазақы және шығыстық мотивтер сарайдың сәулеткерлік жасау жиһаздарында шеңберлер және ою-өрнекті декор арқылы көрініс тапқан. Авторлық жобаның айрықша өзгешелігі резиденцияға көркемдік тұтастық беретін қазақ бейнелеу өнерінің бірегей жиынтығының берілуі. Резиденцияда қойылған қазақстандық суретшілердің туындылары Қазақстанды әлемде ұлы өркениеттер мәдениетін тоғыстырушы мемлекет ретінде көрсетеді. Резиденция құрылысы 2001 жылы басталды. Жоба жұмысын Еуропа мен Қазақстанның белгілі сәулетшілері жүргізді. Олардың қатарында еуропалық әйгілі дизайнерлер Гуалаци мен Мултини бар. Ішкі көріністі ұлттық мәнерде орындау академик Монтақаевтың кеңесімен жүргізілді. Аса маңызды мемлекеттік нысанды салу үшін 26 ұлт өкілдері және әлемнің ондаған елінің мамандары мен жұмысшылары еңбек етті. Қазақстан Республикасы президентінің жаңа резиденциясының ресми тұсаукесері 2004 жылы 24 желтоқсанда өтті. Ғимараттың жалпы ауданы 36.720 шаршы метр. Ғимарат құрылыстағы ең соңғы заманауи әдістер мен озық инженерлік құрылғыларды қолдану арқылы монолиттік бетоннан тұрғызылды. Үшкір төбесімен қоса алғандағы ғимарат биіктігі 86 метр. Ғимарат жер үстіндегі 5 қабатты және жер астындағы 2 қабатты үйден тұрады. Бірінші қабаттың биіктігі 12 метрге тең. Мәтін түсінікті болса балалар, мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік қанекей. Бірінші сұрақ. Мәтін не туралы? Екінші сұрақ. Мәтінге қандай тақырып қояр едің? Резиденция қашан салынды? Жоба жұмысын кімдер жүргізді? Ішкі көріністі ұлттық мәнерде орындау кімнің кеңесімен жүргізілді? Жаңа резиденцияның ресми тұсаукесері қашан өтті? Ендігі орындайтын тапсырмамыз жазылым тапсырмасы. 4-ші тапсырма. Сөздерді мағынасына қарай сәйкестендір. Бұл тапсырма мәтін бойынша орындалады балалар. Бірінші бағандағы сөздерді
тобымыздағы қыздар тіркестірсін, сәйкестендірсін. Екінші бағандағы сөздерді сәйкестендіретін тобымыздың жігіттері, дескрипторы сөздерді мағынасына қарай сәйкестендіреді. 3 балл, орындалу уақыты 7 балл. Ал іске сәт. Балалар, бүгінгі тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Бүгінгі сабақ бойынша берілген тапсырмалардың барлығын орындап шықтық. Енді үйге берілетін тапсырма 6-шы тапсырма 104-ші бет. Бірақ біздің әлі 10 минут уақытымыз бар. Сондықтан онлайн мектеп платформасына кіріп, бүгінгі сабақтың тапсырмаларын орындайық.